Canından şu vaxtı gedin Tuğan günün, nurlu günün Kut bolsun alğan bilirsin Dost bağırın keldi bugün Canından şu vaxtı gedin Asqartau ul men kız üçün Abısın ağa biz üçün Zamanның zаңғар тұлғасы Ұлылар өзі өзіңсің Бейік боп мерейін әр күн Әлі де биікке талпын Жаныңды бақытқа бөлер Күндерің көп болсын жарқын Bismillah söz başladım Allah'a taqdirдің әрбір күні ол да ғажап аспан астын жер үстін той қылып жүрген ассалаумағалейкум армағазақ бәрекелді ұланбайтақ елінде Сарыарқадай жерінде Амангелді ауданындағы Аида кафесінің төрінде керемет тойға жиналып отырмыз. Той құтты болсын, бір қатыра қолдап қойғыш керек. Поддержка Аида! Ал енді шағдақтағайдар мінеки бүгінгі күні сіздер болып біздер болып тамаша тойдың куәгері болуға жиналып отқан жайымыз бар. Ендеше бірлеріңіздің бауырларыңыз, бірлеріңіздің достарыңыз мінеки ауданымыздағы бір белді де белсенді азаматтардың бірі Дастандай ұлдарыңыздың мінеки мүшел жасына қош келдіңіздер. Туған күнің құтты болсын, туған күнің құтты болсын, жете бер жүзге. Қаршапалақтап отыра береді қызғана. Кластастар, достар, 87-лер, 88-лер қайдастар? Бір кішкен ағайлап қойсаңыздар, сен кішкен дем беріп. Таксистар қайда? Залдың жарысы, такси жарысы 87 болып тұрмайды, примерно злай болып тұрғанда. Бәрекелді ендеше барымыздың басымызды осындай тойға қосуға себепкер болып отырған бүгінгі тойдың иелері, бүгінгі қуаныштың иелері Дастан мен Рахиланы балаларымен ортаға шақырайық, бір қошеметтен қатырайық. Жаным бауырым, жолым болсын өмірде менің бауырым. Жаным бауырым, қошемет. жолым болсын өмірде менің бауырым. Рахмет, ал енді құрметті қонақтар, баршаларыңыз қош келдіңіздер. Мінеки енді Дастан, Рахила барша шақырған қонақтар жиналды ма? Бәрекелді ендеше бүгінгі кешімізді бастай отырайық. Мынау елде бүгінгі мүшел жасын құтты болсын. Мынау қазақ өзі әрбір мүшелге бір ерекше мән беретін халықпыз ғой. Мынау елде басқа орекеңдер болсын, басқа да ұлт өкілдері болсын, ол нөлі бар сандарға мән берсе, біз мынау мүшел жастарға мән береміз. Сондықтан да мынау мүшел жасын құтты болсын. Әр мүшелімді осылай туған туыс дос жараның ортасында тойлай беру жасын. Той құтты болсын, тағы бір қошеметтеп қояйық. Мынау жалпы өзі мүшел жасау деген қазір күшті өзі. Бір жағы жаңа киім тігіліп қалады, күшті болады. Күшті қараңыздар, қарасаңыздар көз тояды. Бәрі бір-бірде киініп алған күшті. Енді келесі мүшелде сыймай қалуы мүмкін енді. Мына бірақ басқа тіктіресің енді оған. енді мынау шығып кетуі мүмкін ғой кішкене. Рахмет, той құтты болсын. Мынау енді барша қонақ жиналса, мынау енді ардақты ағайындар, осы бүгінгі қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге рахмет деп бүгінгі мына тойдың иелері өздерінің бір тамаша дайындаған музыкалық сәлемдемелері бар екен. Соған кезек берейік. Кім айтатын өлеңді? Сен ба? Кел. Атың кім? Айзере.
Әнекей. Ал ағайындар ендеше, мінекей Дастан қызы Айзере сіздер үшін ән салады. Реті келсе қолдарыңызды былай қалтаға салып бірдеңені алып қойып отырайық, бүйтіп мәтіп балаға. Ал ендеше Айзеренің орындауында бір тамаша ән мархабат. Айтамын. Қалтаңнан пастайындарына ақшам көп болсын. Өнерің өрге жүрсін тек қана. Бәрекелді. Рахмет, қандай тамаша мінекей осындай кішкентай бүлдіршіндер өздерінің әкесін қашандай қорған тұтып мінекей өздерінің тамаша әндерін жолдап отырса, нұр үстіне әрине нұр. Сондықтан да мынау кішкентай болса Айзереміз болашақта өнер жұлдызы болсын деп бір қол соғып қояқшы. Айзере Дастан қызына. Шпейтін істермен мынау, апты салатсың бұл жақта. Ал ағайындар ендеше мынау, денсаулық жара жатса дейміз ғой, денсаулық жара жатса, тостағандарыңызға толтыра құйып отырыңыздар. Мынау алдымызға үлкен дәм келгенше, біз енді кезекті алғашқы тілекке бере отырайық деп жөн көріп отырмыз. Сондықтан да мынау бүгінгі кеште осы Дастан мен Рахиланың алдында аға тұтатын мінекей осында бір топ ағалар қауымы келіп отыр. Сол кісілерді ортаға шақырып, бүгінгі кештің шымылдығын ашып беру үшін тілек кезегін берсек деген ниетіміз болып отыр. Ендеше бір топ ағалар қауымы өздеріңізді жеңгелермен бірге ортаға шақырсақ дейміз. Салих Көкен бастаған Ғабиден ағамыз бар. Дулат, Саян, Абзал, Бекболат, Сері, барша жеңгелерімізді қастарыңызға қалып, ортаға келсеңіздер. Рахмет. Мынау енді қош келдіңіздер ағалар, көкелер қауымы.
Мынау енді ағаларымды көргенде мен де екшіріп кетіп отырмын. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Мынау енді қуанышты өссін, көбейет дегендеше осы қуанышымызды көбейтіп отқан өздеріңіз мархабат. Қайырлы кеш. Мына бүгіндегі біздің бауырымыз Дастанның мүшел жасының үлкен бір қонақасына жиналған қауым. Бәріміз бір-бірімізді жете жақын білеміз. Мінекей Дастан бауырым Қайрат ағам мен жеңгемнің тәрбиесін көріп, бүгінде мінекей үлкен азамат болып, үй болдың, балалы шағалы болдың. 37 мүшелге де кепсің. Мынау кішкентайларыңның қызығын көр, артынан ерері көп болсын. Осы кең пейіліңмен, ақ көңіліңмен, мынау отбасында көрген істемеген адамды көргенсіз дейді. Сондықтан сол көргеніңді істеп, үлкенді аға тұтып, кішіге іні деп қамқор болып, мынау өзіңдің жан жағыңдағы жүрген жолдас жораң, мына әріптестеріңмен сыйласып, жаңа Олжас айтып жатыр ғой, енді осы ауылдың бір белсенді азаматы деп. Адамның жақсы болуы да, жаман болуы да өзіне байланысты. Жақсыға бұрылсаң, жақсы боласың. Жақсы деген сөзді кімді жек көрмейді ешкімді. Сол жақсы болса, айналаңда ағайын туысың да мол болады, жолдас жораң да көп болады. Қол қайырымың кетпесін, жүрегіңнен мейірім кетпесін. Ең бастысы адамға адамдық қасиет керек. Ата бабаң тегін кісілер емес. Мынау осы батпақ қараның табанында кешегі мынау 32-нің аштықта ағайын туыстың басын құрап алып қалған ұрпақ әулеттен боласың. Мынау елкені негізі тары жеген, талқан жеген елке дейді ғой. Ал енді сол заманда бір тостақан талқан бір қазақы шапанның құнынан артық болған. Сондықтан еңбектене бер, еңбегің жанат. Міне бүгінде сол еңбегіңнің жанғанын көріп отырсың. Мынау дастархан қай уақытта жайылады? Егер адам баласында молшылық болса гene жайылады. Сондықтан сол молшылығың әрқашан тарылмай, дастарханың кеңге жайылып, қуанышқа жайылып, сенің осы әрбір қуанышыңды, қызығыңды біз тойлай берейік. Тілектеспіз, өс, өн, өрбі, өрісің кеңісін. Мынау бүгіндегі мінекей 3 кішкентай, алламандық бірсе, 3 елмен құдасың, ар жағында тағы да сол соңынан еріп, ер азамат тай ұстайтын, мынау дізгін ұстайтын ұрпақ келсін өмірге. Тілектеспіз. Ең бастысы келін екеуінің денсаулығы мықты болсын. Әке мен шешені сыйлаған бала құл болмайды, қор болмайды. Сондықтан әкең мен шешеңнің батасын ал, ағайын туыстың батасын ал. Біз соған тілектеспіз. Сәкеніңе өзі тілек айтуға да ұялады екенсіз. Ал, Дастан мұна Рақила келін, бүгінгі жайып атқан ақ дастархандарыңыз бірыңғай қуанышқа, берекеге жайыла берсін. Мұна Дастан біріншіден туған күнің құтты болсын. Жастан жасқа жете бер. Денсаулығың мықты болып, мұна балапандардың қызығын Рақила келін екеуін көре беріңдер. Аман болыңдар. Дастан, мүшел жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Рахила екеуің кішкенелердің қызығына тоймай, аман есен жүре беріңіздер. Арасында қуаныш той бола берсін сіздердің шаңырақтарыңызда. Тілектеспіз. Мынау Саян Найма делке болды, ренжімеңдер. Дастан, мүшел жасың құтты болсын. Рахила екеуін кішкентай балалардың қызын көре беріңдер, өрлі-шүбірлі болыңдар, дастархандарың әрқашан осындай қуаныш тойға жайылсын. Жан жақтан жолдас жораң, әріптестерің, туыстарың келіп отыр. Бәріне де жолдар ашық болсын, сырттан келіп отқандарың. Кәсібің өруге жоғарылай берсін.
өткенде бір жақсы алдағы жоспарларыңды айтып едім, бәрі орындалып, тек қана жақсы жағынан тілеймін отбасыңа. Сәке жақсы болды ғой, бүгіннен бастап мен сізге аға демейді, бүгіннен бастап мен аға демейді. Бұлар не болды ғой, нағаш болады ғой, осы ғой деп тұр. Қайда мені сатып аламыз ба көріп отыр. Ағайын төртеу микрофоннан өлмейді, сосын қойтып отыр. Алма, дәке, 30 жасың құтты болсын, әрқашанда жолдастарың көп болсын, уайымың жоқ болсын. Маған айтылып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалсын. Тек бақытты болыңдар, отбасыларыңда қуаныш болсын. Бәрекелді. Мынау жеңгелердің айтқаныңызға қосыламыз дейді. Күшті. Қосылатын адамдар жақсы көреміз. Барлықтарыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға. Қосылатын адамдар жақсы көреміз. Естелік фотосуретке түсіп алыңыздар. Аман келді деп, мана үстел ғана тұратын сияқты кәдімгі бар ғой. Мана үстел күшті шапалақтап отыр ғой. Аман келдіміз қала болсын дегендер қойсаңызшы ені. Вот
қала болғасын, қалғандар көшіп келген сияқты болып отыр енді. Бәрекелді, көп рахмет. Ардақты ағайындар, құрметті қонақтар. Мынау енді бүгінгі той ерекше той, сондықтан да сондықтан да баршаларымыз бір кісіде атсалысып отырайық. Мынау енді қашанда тойдың көркін қыздырып отыратын әрине құрдастар, жолдастар, достар қашанда. Сондықтан да тағы да бір айғайлап қояйықшы. 87-дер, 88-дер достар. Күшті Маратты көріп отырмын, көптен көрмеген. Марат, сен де қайлап қойсай, деп қойсай кішкене. Бәрекелді. Ана тойларыңыз құтты болсын. Енді жалпы бүгін биыл енді сіздердің жылдарыңыз ғой. Айда, бірнесен бір Мишель, біресе ана ауданда, біресе ана қалада. Сондықтан да мына Мишельдерің құтты болсын баршаларыңыздың. Мишельден Мишельге жете беріңіздер. Араларыңыз неге азаймай, тек қана көбейе берсін. 87-лер! Рахмет. Ал, мына жақта енді туған туыстар, дос жарандар, бүгін бір Амангелдінің халқы біраз такси іздеп қиналатын болды. Қиналатын болды, біраз жерге жаяу баратын болды бүгін енді халқым. Ал енді ағайындар, жақсы кешіміз жалғастырайық. Әрбір қазақ сүйіп жейтін, бес саусағы күйіп жейтін ет табақтарын орналастырып алайық. Содан кейін барып кешімізді жалғастыратын боламыз. Ал жігіттер, мархабат, табақтар тартылай берсін. Хал ағайындар, мінекей алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық дейді, дәм тағамдардан алып отырыңыздар. Мынау енді еттер туралы болса, тіректер тізгінін одан қарай ағытып отырайық. Мынау енді бүгін өздеріңіз көріп отырғандай дастан, өзі жастар жағын, мінекей әріптестерді ғана шақырған екен. Бірақ дегенмен де бүгін ортамызда Қасқырбайдай құдамыз бар екен. Сол құдамызды бір ерекше жау сөзін бір ортаға шақырайықшы. Ал Қасқырбай құда, ортаға! Ерекше беріп адық. Құда деген сөзді білесіздер қойсаңыз, қалай расшифровка болатын. Ұялмаңыз, смело айта беріңіз, смело. Пожалуйста. Дастан, туғаның құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, отбасында қуаныш той болсын. Кішкентай балалардың қызығына тоймай жүріңіз. Дастан, 37 жасың қайырлы құтты болсын, семьяда бақытты бол, орталарында құда мен құдағи аман болсын. Өсіп келе жатқан бүлдіршіндердің артынан ол бола ерсін деймін, тілектеспін. Тойларың той қыласын, бақытты болыңдар. Ой, бәрекелді. Сый-сияпатымыз табыстап, бір естелік фотоға түсіп алыңыздар. Құда мен құдағиды ортаға алып. Ағайындар, кешіміз жалғастырайық. Мынау енді құдамыз қысқа қайыруына байланысты тағы да бір тілек қосып жіберейік ендеше. Негізі сөзден іске көшетін заманға жаңа Қазақстан дейміз. Сондықтан да кішкене сөздерімізді жұптап, ісімізді көбейтсек деген ниет. Ендеше келесі кезекте ортаға тағы осы Дастанның әріптестері деп айтайық. Дастанның мінекей қашанда қасынан табылатын, әрбір қуанышынан табылатын осы жерде енді таксистер деп бәрін шақырсақ, жалдың жарысы тұрып кетейін деп тұр. Сондықтан да былай бөлейік, ауданның таксистері, тек қана осы ауданның таксистері, мінекей Өміртай ағам бастаған, Елдос ағам қостаған, мінекей ауданның таксистерін ортаға шақырайық, келіңіздер шағын. Сіздер көргенде бүкіл жер таксист отқан сияқты жүрді. Үште үшеуіңіз ғана екен ғой ауданнан.
Бірге жастар жұмыс істесін бүгін деп жатсыздар. Бүгін сіздер демаласыздар, пожалуйста. Рахмет, мынау енді Дастанға деген осы өздеріңіздің ақ тілектеріңізді тыңдай отырайық. Құрметті Дастан, келін бала, мінекей бүгін 37 мүшелі деп жатсыздар. Қайырлы құтты болсын. Бақытты болыңыздар өмірден, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ең бастысы, мынау көзге көрінген көбелектеріңіз аман болып, бақытты өмір кеше беріңіздер. Мынау бастап жатқан ісің алға баса берсін, жемісін жей бер, үлкен биік шыңдардан көріне бер. Мынау енді Дастанды осы отырған барлығы да біледі, қандай азамат екенін, өзі көпшіл, сондай ақ жарқын, ақ көңіл, қазақша тілімен айтқанда бір аңғайланып желпілдеп тұратын жігіт біреуге көмектесуге. Сондықтан мінекей Алла тағала берерін тауыспасын. Мынау қай нәрсені болса да адам талпынса береді, сосын ниеті дұрыс болса береді қай нәрсені де. Сондықтан мінекей өзім қанша жылдан бері мысалы інімде болып соңымыздан еріп жүргенде өз характеріңді де ісіңді де жақсы білеміз. Ең биіктен көрінетін азаматтардың біреусің. Сондықтан ақ жол, жолың болсын. Семьяң аман болып, әке шешең аман болып, ағайын туыс, ел жұрт аман болып, дос жарандарың аман болып, бақытты өмір кеше берсін олардың ортасында. Алла тағала ниетіңе бере берсін. Ал енді құрметті Дастан, мына 37 жыл жасың қайырлы құтты болсын. Қарындасым екеуің бір жаста кәртайыңыздар. Мына балалардың қызық қуаныштарын көре беріңдер. Өрлі-шөрлі болыңдар. Мына жолдастардың алдына беделді болып. Осындай қуаныш, той бола берсін үйлеріңізде. Айтайын, сөзге жоқпын енді. Құрметті Дастан, келін, мынау бүгінгі 37 мүшел жастарың қайырлы құтты болсын, ұзағынан болсын, ғұмыр жастарың ұзақ болсын, мынау жайылған дастархандарың тек қана қуанышқа жайылсын, тойың той қыласын. Қыздар жағы қосыламыз деп тұр енді. Бұл кісілердің тілектері жақсы ниетпен келген, жақсы шығар деп ойлаймыз енді. Жаңа мынау Тамады жаңа таксисіз деп атқан осы жерде. Таксилердің өзі қалған осы шалдар ғана. Соғыс кезінде де шалдар қапты ғой олда. Ой, рахмет. Сый шапатымыз табыс етейік. Естелік фотосуретке түсіп алайық. Мынау тілектеріңіз қабыл болсын. Жағандардан алып отырмыздар. Кешімізді одан ары қарай жалғастырайық. Мендеше келесі осы тамаша тілектерден кейін тағы да бір тамаша ән болсын. Қосылып отырайық. Мынау алыпта анадан туады дейді. Сондықтан да мынау енді баршамызда анадан туып, ананың ақ сүтін нәр алып, өмірге одан ары қарай жалғастырғаннан кейін ананың алдында қашанда борыштарымыз, қарыздарымыз. Ендеше келесі бір тамаша әнді осы Шәмші Қалдаяқов ағамыздың ана туралы жырын сіздермен бірге орындасақ деген ниет болып отыр. Сөзін білмейтін қазақ жоқ шығар, қосылып отырайық бірге шырқайық. Әлемнің жарығы сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен бердің құстарды қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арналған. Кәнеке қосылайық. Әлдилеп аяла самал жел саяба, есейіп кетсем де көңілім бір көктемде, есейіп кетсем де
әлемнің байлығы сыйлар емеш мені сыйлар емай күні қолыма түспеді осы бәрін септірам әлемнің самал жел саяба есейіп кетсем де көңілім бір көктемде есейіп кетсем де мен саған ой тамаша баршамыз бірге қосылып есеп ұрқанағы әзірге береді барлық махаббат балалық жүреді ол визанышым қолдағы осы өзіңе арнаған әнімді қосып бірге әлемге баялап өсірген жерімізді самал жел саябақ құшағым мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбиім көңілім бір көктемде көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбиім көңілім бір көктемде көзіңнен танимын әлемнің жарығы сыйладың сен маған рахмет мына орындарымызға жайғасып алайық мына ортаға шығып билеп жатқан қонақтарымызға мың алғыс тамаша жалғасып алайық жайғасып алайық сосын барып кешіме жалғастыратын боламыз дастан қайда өзі дастан мен қасыма кеш дастан қайда өздерің төлей беріңдер де кетіп қалған жоқ болса жарайды жақсы кешіміз жалғастырайық ағайындар мынау енді жаңа айтып жатырмыз ғой мінекей осы дастан деген азамат мінекей әр азамат қолдан келетін іспен айналысу керек сондықтан да мінекей өзі кезінде таксида болды біраз жігіттермен сыйласты мінекей жаңа осы аға буын өкілдері осы халыққа қызмет жасап жатқан айтып өтті ғой мінекей ауданның ішінде ғана емес одан кейін сыртқа шықты ғой дастан арқалыққа шықты Қостанайға шығып кетті кейде арасында өйткені мына жерде әріптестерін көріп отырмыз ал ендеше тағы да бір топ таксистер деп ортаға шақырайық мына арқалықтың таксистері Қостанайдың таксистері келіп отыр бүгін осы дастанның қуанышын көбейтіп бөлісіп отырған өздеріңіз ортаға шақырайық келіңіздер мылтықбай аға бар бауыржан аға бар мына жерде жәнібекті көріп отырмыз серікті көріп отырмыз манатты көріп отырмыз ал ортаға келіңіздер келіңіздер ойнап айтайық ой бәрекелді мінекей қалың қауым болып барша жолдастарыңызбен келіп отыр екенсіздер той құтты болсын ұзағынан болсын ал мархабат мынау бүгінгі жиналған қауым
Мына бүгін үлкен той, мына Дастан ініміздің шаңырағындағы. Мына Дастан қайда келді мұны? Дастан келін кетеді. Келінжан, Дастан ініміздің мүшелі құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Осылай мүшелге тола берсін. Дастан екеуін бірге кәттайып, көрінген балалардың қызығын көріңіздер. Қайрат ағам мен жеңгем аман болсын. Мана қайтып аққан тілектің бәрі қабыл болып, әрқашан бәріңізде осылай қуаныш той бола берсін. Алдына Дастан, мүшел жасың қайырлы құтты болсын, отбасың бала-шағаң аман болсын. Ең бастысы денсаулық мықты болып, бастап атқан ісің одан әрі жоғарылап, биіктей беріңдер. Туғаның құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бұл Дастанымыз 37-ге келіп қалды. Біз кішкентай кезінен білемін Дастанды. Оның ағасы менің жолдасым Ербол. Көз алды өскен жігіт 37-ге отыр емес. Отбасын құрып, бала болып отыр, бизнес ашып отыр. Біз бәрі өркейе берсін. Келін екеуің бақытты болыңдар. Осы үйде той ғана кетпес, той болсын бірыңғай. Соның магазиндегі супермаркет ашыңдар. Гипермаркет, солай өсе беріңдер. Ал Дастан, бүгінгі туған күнің құтты болсын, денсаулығың құтты болсын, отбасың аман болсын. Туған күннен туған күнге жет, істеп жатқан кәсібің алға баса берсін. Айтып жатқан жақсы тілектерге қосылам. Ал Дастан, келіп жеткен мүшел жасы құтты болсын, ғұмырлы болып, жастарыңызға толай берсін. 87-лердің мүшелдеріңмен биылға аман-есен шығып алыңдар. Бар жақсылық тілеймін бәріңе. Қалғандар қосылады енді. Қайда? Самадыға үйдеме отырма, шықсын беғатай. Мына екіге бөлініп, ан жақта бөліп, әңгімелесіп отыр менімен. Алда ұстап отыр, мен ан жақта бөліп отыр. Ал бәріміз айттық ба? Қалғандар қосыла ма? Қосылатын адамдар жақсы көреміз, жақсы көреміз. Сый-сияпатымыз табыстайық, естелік фотосуретке түсіп алайық. Бүгін тойымызды одан қарай жалғастырайық. Кел, Дастан, қасыма кеш кел. Тойың құтты болсын, қалай? Бір түрлі ыңғайсыз екен, костюм киген. Күшті, әдемі. Ал, кешіміз жалғастырайық. Ағайындар, мынауен той қалай болып отыр? Көңіл-күй қалай болып отыр? Жақсы. Бәрекелді, тамаша. Мынауен ардақты ағайындар, бүгін енді осы Дастанның кеші деп жиналып отырмыз, Дастанның қуанышы деп жиналып отырмыз. Ендеше осы Дастан, біз өзі қазақ кішкене бір скромный халықпыз ғой өзі. Бір адамды бетіне қарап мақтай қоймайды екенбіз. Бүгін бір исключение жасайықшы, бір Дастанның бір бойында бар деген жақсы бір 10 қасиетті атайықшы. Осы біздің Дастан қандай? Ал, мен санап отырам, орындарыңызды айта беріңіздер. Дастан қандай? Жоқ, айта берсе, мен қайталай салам ғой. Адамгершілік. Адамгершілік деген қалай болды екен? Адамгершілігі мол десек, онда можна. Енді соған берілген ол. Адамгершілігі мол. Так, еңбекқор, тағы. Ақ көңіл, мейірімді, жүрегі бай. Мә, Дастан, кайфуешь, да? Өзіңді мақтап атқанда біздер күшті шығар, бір ең әдемі, сочный біреуін есіңе сақтап қой, соған приз берем. Кім айтады? Бір әдемісін айтады, соған приз берем. Тағы қандай? Кішіпейіл. Досқа адал.
Так. Осы адамгершілік қасиеті мол жігіт. Мына екеуіңіз бірдей кеттіңіздер ғой что-то. Қасиет айтқан жоқ па? Қасиет айту керек еді саған. Ол қасиет деген астары бар, оғым көп адамда бола бермейді. Жүзден біреу екен. Все, көкем айтты болды. Жүздің біреуінде ғана кездеседі дастан. Так. Дастанның маған ұнайтын характері мінезі тік бетке айтады, тура айтады. Мінезі тік бетке айтады дейді. Дастан, молодец, турашыл ғой енді. Тағы, қандай? Упертый. Дастан, естіп жатсың ба? Айтқанын істейді. Сендер Дастан, ау, миды тақтай қалады? Ол да бір қасиет шығар негізі. Екінің бірінен қолына келмейді онда. Так? Успешный бизнесмен. Успешный бизнесмен. А вы откуда вообще? Из Караганды. Отсюда, Самангитов? Молодец. Амангит адаммен бірінші рет осы сөйлестім бар ғой. Амангит адаммен бірінші рет осы сөйлестім. Тағы. Қандай? Қамқоршы әке. Тағы. Ашушаң дейді. Мына балаға бір ашуды кездесіп қалды. Bir ашуларға да кездесіп қалдым ба мына бала? Так. Адал. Ау, бағи айтшы. Ондайды туғанмен, онды үйде ғана айтасың. Так? Отбасының тірегі. Молодец! Мына бала бала, депутат сияқты кейін бар. Так, Асан. Арыстан айбаты қандай шыққан? Самый лучший золотой жерде. Вы тоже Самангитов или? Сіз екінші адам болайын деп тұрсыз, осы сөйлескен ғой. Так, бар ма? Торғай? Вообще бірінші сөйлестім, Торғайдың адаммен бірінші осы сөйлестім. Рахмет, ал. Қандай жақсы тілектер айтылып жатыр, сенің адресіңе. Қайсысы ұнады осы сөздердің ішінде, қайсысы ұнады саған? Так, екеу ма? Жақсы. Приезжетет, если что, магазиннен алып келеміз. Так, екінші, өміртай ағаның сөзі ұнады, сосын? Өміртай ағаның сөзі, екінші ұнаған тілек білесіздер ме қандай? Миді тақтай қалады деген мынау қағызып кәдімгі тұрып алып. Рахмет. Ал енді осы дастанды дастан қылып жүрген мінекей алақанда ұстап, айтқанын істеп, баласын туып беріп жатқан Рахиланың кінәсі жоқ енді. Рахила бергел енді. Енді Рахиланы да мақтап қояйық енді. Ал енді жалпы өзі ер азаматтар осылаймыз ғой, біз той жасаймыз дейміз де, бітті. Көп болса ақшасын кеп бере салып, осыны жарат өзің деп. Қалған шаруаның бәрін істейтін өздеріңіз білесіздер. Әйел азаматшалар. Сондықтан да осы Рахиланы да бір мақтап қояйық. Рахила қандай ал? Адал жар. Турғайская күшті айттым негізі бұл. Сен қазақша біледі екенсің ғой? Осы айтып отыршы енді. Так, еңбекқор. Красавица. Ойбай. Тағы да Амангелден жарайды да. Осы. Мына бала күшті танит керек, кім боласыз негізі Рахилаға? Рахила кім болды? Туған сіңілісі ма? Бәсін маған көп айтып жатыр десем, бәрекелді. Так, тағы, Рахила қандай? Мәдениетті инноватор деп Қостанайға қатынайтын такси етіп жатыр. Енді бұл мәдениет бөлімінде істедір біледі ғой енді. Қарызға сауда жасамайды дейді. Только наличка или QR-код дейді. Так, тағы. Рахила, мейірімді жан. Дастанды тыңдата алады? Бір-бірін тыңдата алады осы. Дастанды тыңдата алады дейді. Дастан, мына үстелге арақ қойма енді болды. Так, тағы. Не дейді? Тақтай қылатын адамға шыдап жүрген жан дейді. Так, тағы. Сен көп білесің, Өте шыдамды жан.
Конечно, енді тақтайға шыдау үшін бірақ темір болу керек қой, тақтайға шыдау үшін. Так, Гүлсім апай? Берекелі. Так, Настенде бар ма? Рахиланы танисыздар ма жалпы өзі? Настанның келіншегін танисыздар ма негізі? Керемет ана. Так. Рахила тыңдап отыр, қайсысы әдемі, оңай соған приз береміз. Бар ма тағы? Жәнібек. Қазға сауда жасамайды демейсің. Так? Жүрегі таза жан. Сен інісімейсің бе? Күйеу боласың ба? Бәрекелді. Күйеу бала айтып жатыр, жүрегі таза жан дейді. Бәрекелді. Настен үшеу ақапсыңдар ғой сен? Дастан ақылды, Рахила сымбатты. Молодец. Дастан тікі бірақ кетіп қалдың ғой енді. Так, Настен танисыздар ма өзі Рахиланы? Мида штатын қатын. Ойбай! Екеуі қатар миға кетті ғой мынау күн. Не болды енді? Біреу тақтай қалады, біреу аштады екен осы. Ал, жақсы жарайды. Қалай болғанда да қаншама жақсы сөздер айтылып жатыр. Кімді күн алды енді? Мейірімді жан енді. Мейірімді жан деп кім айтты? Қол көтерсінші. Мейірімді жан деп кім? Өзі кім айтқанын ұмыт қол деймін өзі. Так, екінші? Мейірімді ана. Мейірімді ана. Осылай бір-бірімізді қашанда мақтап жүрейік. Мақтасаң, адам мерейі үстем болады дейді. Сондықтан да қашанда осылай бір-бірімізді көтеріп, бір-бірімізді сүйемелдеп жүрсек, одан артық ештеңенің керегі жоқ бізге. Сондықтан да мінекей осындай бір мақтау сөздерге ие болған Дастан мен Рахилаға бір қол соғып қояйықшы ағайындар, той құтты болсын деп. Біреу өнерлерден біреу ғана болды ма? Аталмай, аталып шықпай алып жүрмеңіздер. Аталған кісілер неғұрлым шығып отырайық, мархабат. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Мен танымайтын кісілер, мен Дастан Палшанова, есімім Мәдиуат. Тойларыңыз той қыласын, қуаныштарыңыз жаным болсын. Сексеншілер аман-есен мүшелі шығыңдар. Дұрыс, сонда досым. Келіп жеткен жана жасың құтты болсын. Алла Тағала саған ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Рахила екеуің бақытты да баянды өмір кешіңдер. Өсіріп жатқан бала шағаң қызығына тоймай, солардың ортасында ақ түсті ақсақалды, ақжалықты ана болып бірге қартайыңдар. Балаларың жалғыз ата-анаң емес, елдің елеулі, халықтың қалаулы болсын. Жаңа айтып жатырмын ғой, Рахила қандай деп. Рахила керемет жан ғой, көз тимесін деп айтып жатырмын. Осындай аққуыңды бағалай біл, құрметтей біл. Әрқашанда саған тілейтінім тек қана жақсылық, достық, махаббат, жұмыста табысты, семьяда бақытты бол. Дастан досым маған көп мотивация берген жігіттің бірі. Постоянно мені қолдап, мені қорғаштап жүреді. Осы досыма бүгін машина мінгізбесем де бір жылқы мінгізім келіп отыр. Досым, әрқашанда талма, бизнесін алға баса берсін. Сенмен қуанамыз, сенмен мақтанамыз. Сендей достың барына қуанам досым. Дос деген әртүрлі болады ғой. Досқа нағыз адал, берік доссың. Осылай достығымызға сын түспей, бір-бірімізді әрқашан өлер шаққа дейін бірге өтуімізді Алла нәсіп етсін. Бақытты болыңдар. Дәкебат, өзіңіз үлкенсіз ғой, жеңгемен бақытты болыңыз. Әрдайым қуаныш болсын, Алланың назарында бақыттың назарында болыңдар. Тек әрдайым отбасыларыңа қуаныш болсын. Қайрат әкемізбен Айгүл шешеміз тек аман болып, сендердің қызықтарын тоймай жүре берсін, кішкентайлар көп болсын. Бақытты болыңдар, әрдайым рахмет осы сыйлап шақыртқандарыңа.
Biz енді Дастан Марат екеуміз двоюродный бауырымыз енді. Әкелеріміз бірге тарайды. Тек жақсылық болсын. Әрдайым. Енді қанымыз бауырымыз ғой. Тек жақсылық болсын. Ақшалай сыйлығымыз бар. Негізі кешіріңіздер, елкелердің нелері, жуайлары қосылады осылай. Елкеміз ғой. Дұрыс, молодец. Бақтан болса елке болмайды ғой. Мықты болса мен сияқты еріппей келмей ма, Да, досым, ақша берсем, әйел жұмсап тастайды. Білесің магазинге салып жүретін еді. Мына жылқатып атқан Құдай қаласа осы 3 бүлдіршін артынан ұл туса деп ниеттетіп атап атым. Мен өзім 7 балам бар. Аллаға шүкір, Алла берген. Осы мен жолымды берсін деп отырмын. Ай, бәрекелді бір қол соқ қояйық. Так, бір жылқы бар. Бірақ елкелерге тиіспе, мына жерде жарыс елке отыр еді. Елкелерге тиіспе. Оның біреуі мен енді еще бар ғой. Үші біреу мен, үші қасымда тұрмар ғой. Ал, ардақты ағайдар, мынау көп рахмет. Сый-сияпаттарымыз табыс етейікті. Жақсылай бестергілі фотосуретке түсіп алайық ендеше. Айтылған ақ тілектер қабыл болсын. Керемет осы ақ тілектердің құрметіне ауданымыздағы тамаша әнші ұлдарыңыз Нұрсұлтан Есжанов келіп отыр ендеше. Нұрсұлтанның орындауында бір тамаша ән болсын. Ән уақытында табақтарды ала берейік, сосын ән біткеннен кейін бір жоғата ас қайырып орнымыздан тұратын боламыз. Ал ендеше ортада Нұрсұлтан Есжанов.
жеткізеді арайлы таңдан бұл өмірде. Ой, тамаша. Рахмет. Байнеге аз қайратсыз бір жауап берейміз. Екеуің түрлеріңді ұқсас, шаштарыңды ұқсас екен енді. Отандар енді, отандар. Қазір біз бас қайырған шешедіңді сосын бір жауап берейміз. Прическаның өзі бірдей ғой екеуі. Рахмет, ардақты ағайындар, қазір ас қайырып алайық, сосын өзі баршамызда ортаға биге шығатын боламыз, антракт жариялайтын боламыз. Ал ендеше бата батпасын, бата жерде жатпасын дейді. Ендеше Дастан, Рахила келіп бата тыңдаңыздар. Ал ендеше бата қайыру рәсімі Елдос аға өзімізге деген ниет болып отыр бүгінгі той иелерінен. Мархабат, ендеше өзіміз ас қайырымыз. Қалғандарымыз Илияхиямен қол жайық. Асыңызға, білгесін басыңызға, дос кетпесін қасыңыздан, ас кетпесін басыңыздан. Үйіңіз толы жан болсын, құраңыз толы мал болсын. Мүшел жасың қайырлы құтты болсын, осы мүшелге тағы екі мүшел болсын. Дастархандарың осындай арлықшадан бойдан қуаныштан айырмасын. Әумин, айтқан батаңыз қабыл болсын. Енді той иелерінің атынан современный шапан дейді. Астан өзі современный жігіт қойса. Современный деп айтшы дейді. Современный. Қошемет, көкірме, батаңыз қабыл болсын. Есен фотосы өтке түсуаңыздар. Ал ардақты ағайындар, қазақша айтқанда ал тұрайық дейді, орысша айтқанда антракт дейді. Тұп-тура бір сағат демалып алайық, сосын